ой, өшіп қалды қыздар. Ұстамай қалды. Жақсы, сіздерге мына жақта видті көрсетейін, мен қандай вид бар. Қараңыздар, қандай керемет, иә? Адамдардың бәрі демалып жатыр. Лайнер өте үлкен. Сіздермен бірге түсейік. Күн ыстық. Бүгін қалың қар жауды дейді Алматыға. Күн өте ыстық қыздар. Күнде қыздырынып суға түсіп жатыр. Қандай тамаша. Міне қараңыздаршы. Қыздырынып жатқан адамдар. Күнге қарап. Қыздар, ешқандай да қиын ештеңе жоқ. Өте керемет. Органикалық таза өнімдермен жұмыс жасау адамдардың өмірінің өзгеруіне үлкен себепші болу шын мәнінде өте керемет. Жаңа бізде сіздерге айттым ғой, Белоруссияның ең алғашқы топ лидері Елена Коваленко. Сол кісі өзінің историясын айтып жатыр да, жаңа бизнеске қалай келді ең алғаш. Мысалы, көпшілігіміз продукцияға өнімге келеміз, жаңағы бизнеске келеміз ғой бірден, иә, продукцияға өнімге емес. Ал Елена Коваленко бірден өнімге келген ғой. Мамасы қатты ауырып жатқан екен. Сонда мамам жаңағы биопсияға тіркелген кез екен, операциядан шыққан, мамасының кеудесіне ота жасатқан. Сол ота жасатқаннан кейін енді ана ота жасаған дәрігерге алғыс айту үшін қолында бір шоколадым бар дейді, бір шампанскийім бар, жанына биосидің дезодоранты жатыр екен, соны қоса салдым деп. Соны әкеліп едім дейді, жаңағы дәрігер қарап ұрысты дейді. Сендердің үйлеріңде енді бұндай химикат заттар, насияқты дезодоранттар барлығын аласыңдар, жинап алып лақтыра салуың керек. Өйткені сенің мамаңа ешқандай да бұндай нәрсе болмайды деген екен. Сол кезде жоқ, сіз бірінші оқыңызшы, дезодорантты қарасаңызшы қандай деп. Сол кезде жаңа дәрігер алып, дезодоранттың составын оқып таңғалған екен ғой. Бізде Белоруссияда әлі бүгінге дейін бұндай нәрсе жоқ. Мынандай нәрсе бірінші рет көріп тұрмын. Мынау керемет екен деп айтқан екен. Сол кезде дейді, өзім жалпы бизнеске келуді, келмеуді ойлап шешіле алмай жүредім дейді. Соған қарап мен бірден шешілдім дейді. Мен үшін нақты, самый конечный жаңағы нүкте қойған жерім осы болды дейді. Сондықтан енді шын өнім де тамаша, бизнес те тамаша, маркетинг енді вообще шикарный. Мен білем, мысалға ең алғаш адамдар келеді де 3%-да, 6%-да, 9%-да жөнді ақша көрмейді. Тіпті кей адамдар 12%-да, 15%-да да дұрыс ақша көрмеуі мүмкін. Бірақ сол жерге келген кезде адамдар салысуға кетіп, ой, мынау ақша аз екен, мен жасамаймын деген сияқты айтып жатады, иә. Бірақ мен айтар едім, асығуға ештеңе жоқ. Сабыр түбі сары алтын. Олай асығыстық шешім қабылдап, бір жерде жұмысыңызды бастаған тастап кете салу, ол өте оңай. Бірақ та сіз ары қарай жұмыс жасауыңыз керек. Өйткені сіз командамен үлкен жұмыс болу керек қой. Мысалы, вице-директор дегенде ол кәдімгідей жұмыс, иә. Міне вице-директор статусқа шыққан адам түсінеді, рас, бұл жерде ақша бар екен. Тіпті 15%, 18%-ның өзінде де егер адам толыққанды бизнесті түсініп келсе, міндетті түрде ол адамда нәтиже өте жақсы болады, ол адамның да ой өзгереді. Сондықтан егер де құрметті лидер мені тыңдап, мені көріп отырсаңыз, өзіңізге келген адамның ойын өзгертуге тырысыңыз. Жалынып емес, әрине, тек қана мүмкіндікті нақты түсіндіруіңіз керек. Сіз мүмкіндікті көріп тұрсыз ба? Сіз оны айтыңыз, жеткізіңіз. Қай сетевойдың ішінде де бәрібір де мен тағы да қайталаймын, оқ бойы озық тұрған, қарқынды дамып келе жатқан
продукциясы өте керемет, маркетинг планы тамаша компания ол BOC. Мынандай мүмкіндікті мен мысалға өзімде опыт болды, личный опыт және өте жақсы болды деп те айта аламын. Бірақ та тура осы компанияның берген мүмкіндігін мен басқа компанияны көрген жоқпын. И ондай компания жоқ та бұндай мүмкіндік берген. Сондықтан барлықтарыңызға айтарым, жұмыс жасайық. Бүгін сондай мықты лидерлер, жаңағы Елена Коваленко, Белоруссияның бірінші топ лидері, Альмира фамилиясы қазір тыдан басталады, тілім ұшында тұр, Уфаның лидері номер 1,